сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен тігін машинасының астыңғы жағын және де үстіңгі жағын тазалап, майлау жұмыстарын жүргіземіз. Ең бірінші үстіңгі жақтан бастайық. Ол үшін ең бірінші мына жерде домалақты шешу керек. Түсіреміз. Мына жерде бізде мынандай болып тұрады. Енді кез келген техникалық майды аламыз да. Енді бұл өзімнің промышленный машинадан спецпен құйып алдым. Ал негізінде егер сіздерде мындай машинка жоқ болатын болса, техническое масло деген дүкендерде сатылады. Сондай май сатып алсаңыз болады. Енді мына жерінде анығырақ көрсетейін. Ішінде қозғалып тұрған механизм бар ғой. Бізге сол механизмді майлау керек. Қазір мына жерге құямыз осы майдан. Бір-екі тамшыдан тамызамыз. Тамып тұрған. Қозғалып тұрған механизмдерге үстіңгі жағын, бас жағын болдық. Енді астыңғы жақты тазалаймыз. Ол үшін мына жерде праволамыз. Темірдің астын бәрін тазалау керек. Және ең бастысы анықтап қарасаңыздар, мына жердің бәріне шаң толып қалады. Осы шаң шаңды көрмейсіздер ме? Шаңның бәрі машинаның жұмысын ауырлатады. Көрдіңіздер қандай көп шаң шықты. Мынаңғасы бәрін сүртіп. Кішкене майдамыз сығып. Айналып тұратын жерлердің бәріне.
болды. Шаң қазір бұның бәрін жақсылап матамен сүртіп орналастырамыз. Темірін де жақсылап сүрту керек. Шаңды көрдіңіздер ме? Тұрып қалған. Енді кез келген матаны алып жақсылап сүртеміз. Қаттырақ итердік. Орнына түсті. Енді болтын байлап бекітіп қоямыз. Сонымен болды. Енді машинамыздың жүрісін тексеріп көрейік. Өте жақсы. Кәдімгідей майлағаннан кейін машинаның жүрісі жеңілдеп қалды. Алдында кішкене видеодан да алдыңғы видеоларды байқасаңыздар, бұрқ-бұрқ етіп, машинаның дауысы кішкене әрең деп тұрған. Қалай майладық? Міне, машинамыз су жаңа қалыпқа келгендей болды. Сіздер де осылай өз машиналарыңызды жаңартып, күтіп, баптап жүріңіздер.